Бұл видеода Джош Кауфманның алғашқы 20 сағат кітабын талдап, жаңа дағдыны 20 сағат ішінде қалай үйренуге болатынын түсіндіреміз. Бұл әдіс сізге 10.000 сағат деген түсінікті итермелейді, бірақ кітап орташа жеткілікті деңгейге тез жетуге сенімді тәсіл ұсынады. Негізгі идея: орташа деңгей жеткілікті. 10.000 сағат кәсіби деңгейге керек, дейді Малкольм Гладуэлл. Бірақ Кауфман бар болғаны 20 сағат жүйелі жаттығу жеткілікті дейді. Демек, жаңа саланы меңгеру қолжетімді. Тіл, аспап, спорт барлығы орташа деңгейде басталады. Жылдам дағдыларды меңгерудің 4 қадамы. Кауфман 4 басты қадамды айқындайды. Бірінші, декомпозиция, үлкен дағдыны ұсақ бөлікке бөліп алу. Екінші, бастапқы білім алу, төмен деңгейден қалай жұмыс істеу керек екенін түсіну. Үшінші, кедергілерді жою, алаңдататын факторларды алып тастау, мысалы телефон, қорқыныш. Төртінші, 20 сағат жаттығу, негізгі бөліктерге назар аудара отырып тәжірибе жинау. Жылдам үйренудің 10 принципі. Бірінші, жақсы көретін жобаны таңда, мотивацияны сақтау үшін қажет. Екінші, тек бір дағдыға зейін, алаңдауды азайтады. Үшінші, қажетті деңгейді белгіле, мысалы бірнеше ән орындап үйренгім келеді. Төртінші, дағдыны бұз, ең маңызды шағын бөліктерден бастау. Құрал жабдықтарды алып алыңыз, мысалы гитара, тіл үйренуге арналған кітап. Алтыншы, кедергілерді алып тастау, алаңдататын факторларды болдырмау. Жетінші, белгіленген уақыт бөлу. Сегізінші, жылдам кері байланыс алу, видео, жаттықтырушы қосымшалар арқылы. Тоғызыншы, қысқа амалдармен жаттығу, яғни 20-30 минут жаттығу сериясы болу қажет. Оныншы, сан мен жылдамдыққа мән беру. Бастапқыда сапада емес, саннан бастау керек. Мысалдар мен нәтиже. Кауфман 6 түрлі дағдыны 20 сағат ішінде меңгерген. Олар: йога, программалау, тач-тайпинг, го ойыны, укулеле және виндсерфинг. Мысалы, йога 3 сағат теорияға, қалған 17 сағат практикаға болған. Бұл жеткілікті нәтиже берген. Қорыта айтқанда, егер сіз бір саланы анықтап алып, оны шағын бөліктерге бөліп, кедергілерді алып тастап, күн сайын жүйелі түрде, жалпы жиыны 20 сағат жаттықсаңыз, онда жаңа дағдыны орташа деңгейде меңгеруге болады.